Обращаюсь ко всем. Передайте, пожалуйста, всем, кого знаете, в городе, в городской инфекционной больнице умирают больные от сибирской язвы. Нигде мясо не покупать. Мясо зараженного скота привезли, оказывается, на базар. Будьте осторожны, всем сообщите. Бұл әлеуметтік желі арқылы таралған дыбыстық мәлімдеме. Халықтың қорқуына себеп бар ма? Сібір жарасы деген қандай ауру? Мән-жайды білу үшін сала мамандарымен тілдестік. Қазір WhatsApp арқылы елді қорқыту мақсатында хабарлама жүр. Онда қала базарларындағы мал өнімдерін сатып алмаңыздар. Ауру малдар сатылымда жүр деп жалған дыбыстық мәлімдеме таралды. Тұрғындарға айтарымыз, бұған сенбеңіздер. Базардағы сөрелерге қатаң тексерістен кейін ғана жібереміз. Тек көшедегі жабайы сауда сатылымындағы етті сатып алмаңыздар. Олар еш тексерістен өтпейді. Сібір жарасы малдан адамға жұғатын дерт. Түйнемемен ауырған адамның терісі қышып, іріңді дақ пайда болады. Алғашқы белгілері 2-6 күнде біліне бастайды. Қызуы көтеріліп, бас ауырады, денесі қалтырайды. Мұндай кезде науқас тез арада дәрігердің көмегіне жүгінуі керек. Сондай-ақ тұрғындардың санитарлық сауатсыздығы инфекциялық ауруға шалдығуға себеп болып жатады. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздеген әлдеқайда тиімді дейді дәрігерлер. Келген малдардың бәрін басы, өкпе бауыры, ішек қарны, ұшасы түгелдей дерлік зерттеуден өтіп, ұшағы клейміне басып, содан кейін сараптама актісі беріледі. Сараптама актісін алғаннан кейін арғы сатуға рұқсат беріледі. Сомнение болған жағдайда ол жерде біз бактериоскопия таңбалау нелерін жасаймыз. Одан арғы биохимиялық зерттеулер жасаймыз. Олған біздерде барлық микроскоп, реактивтеріміз бар, түгелдей дерлік бар. Қай уақытта болса да біз анықтай аламыз оны. Сібір жарасымен ауырған малдар тіркелген жағдайда оның өнімдері толығымен жойылады. Залалсыздандыру жұмыстары жүргізіліп, малмен қарым-қатынаста болған адамдар медициналық бақылауға алынады. Жоспар бойынша бұл очақтардан май-июнь айларында топырақ сынамалары алып, облыстық ветеран зертханаларға өткізіледі. Ол сынаманы тексеріп тұрады. Өйткені бұл сібір жарасының бактерия 100 жылдап топырақта жата беретіндіктен мүмкін жаңағы кеміргіштер, тышқан нелер арқылы шөппен, қатты жауындар нелерде бактериялары шығып кетпесін деген неде сол зерттеліп тұрады. Және жөндеу жұмыстарын жүргізіліп отырады. Жамбыл ауданы бойынша мал өлекселерін тастайтын 9 биотермиялық шұңқыр бар. Биотермиялық шұңқырлардың бәрі типтік үлгіде. Қазір олардың да толық документтер рәсімделді. Экологиялық рұқсаттары алынып, қазір толыққанды барлығы жұмыс істеуде. Және біздің аудан бойынша 2 типтік үлгідегі инсинератор бар, мал өлекселерін өртейтін. Олардың да толық тексеруден өткізіп, қазір толыққанды оларда жұмыс атқаруда. Түйнеменің белең алатын айлары негізінен шілде-қыркүйек аралығы. Жаз мезгілінің басталысымен індет жұқтыру қаупі жоғары топтағы кісілерге профилактикалық егу жұмыстары жоспарлы түрде жүргізілуде. Биылда күйдіргіге қарсы 1350 адамға вакцина егілді. Сала мамандарының айтуынша, сібір жарасына қарсы вакцина жеткілікті. Алайда барлығы ойдағыдай деп отырғанымызда, Шығыс Қазақстан мен күні кеше Қарағанды облыстарында орын алған қайғылы жағдай бізде де қайталанбаса игі. Ең бастысы, сақтықта қорлық жоқ екен ұмытпайық. Жансая Айтбекқызы, Ермек Кеншімбек, 77 News.